Жақында Қазақстан мұсылман діни басқармасында ғұламалар кеңесінің ұсынысымен елордамызға талай жылдар қызмет еткен Нұр Астана мешітінің атауын бабамыз Әл-Фараби бабамыздың атына өзгерту жайында ұсыныс берілген болатын. Аллаға сан шүкірлер болсын. Осы Абу Насыр Әл-Фараби бабамыздың атына өзгерту жайында шешім қабылданған болатын. Жалпы енді осы елорда төріндегі мешіттің атына осы бабамыздың атының берілуі ол тектен тек емес. Өйткені ең бірінші Әл-Фараби деген кезде әрбір мұсылман үшін, әрбір қазақ руханиятына ол имандылықты, білімге деген құштарлықты, қанағатшылықты, өте қарапайымдылықты еске түсіретіні ешкімге жасырын емес. Әл-Фарабидің атауы мешітке келген кезде біз екі бағытта қуандық. Бірінші, ғылым, білім, жаңа Ғарифолла ағамыз айтқандай сол келеді. Әл-Фарабидің аты бізді жаңғыртып тұрады деген қуандық. Екінші жағдай, біз енді Әл-Фараби атымен әлемге таныламыз. Әлемді танимыз. Әл-Фараби бізге үшін рухани көпір. Абу Насыр Әл-Фараби деген адам 7 ғасыр бойы бүкіл адамзаттың ақыл ойының негізгі тірегі болды. Осы исламның фальсафасын, дүниетанымын бүкіл дүние жүзіне кәсіби түрде насихаттап жүргізген Абу Насыр Әл-Фараби. Сондықтан Әл-Фарабидің атынан аталған мешіт ол өте тамаша және орынды.